Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге қысқа арналған сәбіз қосылып жасалынатын өте дәмді салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыз. Пиязымызды дәл осылай турап аламыз, және де сәбізімізді дәл осылай турап алдым. Егер сіздерде карри теркаларыңыз қалыңдау болса, дәл осылай теркадан өткізіп алсаңыздар болады. Егер жұқа болса, турағандарыңыз жөн, себебі езіліп кетеді. Тәтті бұрышымызды дәл осылай турап аламыз. Ыдысымызды отқа қойып, үстінен 800 грамм сұйық май құйып, сұйық майымыз қызып, қатты қызып түтеген кезінде бір орта кесе пиязымызды салып қуырамыз. Оның үстіне бір орта кесе сәбізімізді саламыз. Жақсылап араластырып, қызарғанша қуырамыз. Яғни 10 минуттай қызартып қуырып аласыздар. Қатты отта қуырасыздар. Осылай қуырып алған соң, 10 минуттан соң қалған пиязымызбен сәбізімізді салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, біркелкі түбін барлығын жақсылап араластырасыздар. Араластырып болған соң, бір 5-10 минутқа пәс отта бетін жауып, кішкене қойып қоясыздар. Арасында араластырып отырыңыздар. Пәс отқа қоясыздар. Кішкене пиязымыз, сәбізіміз басылуы керек. Дәл осылай басылған соң, үстінен тәтті бұрышымызды салып, жақсылап тағы да араластырамыз. Жақсылап араластырып алып, бір 5 минутқа бетін жауып жай отқа қоямыз. Бес минуттан соң құмшекерімізді, тұзымызды дәміне қарай саламыз. Мен 3 ас қасық салдым. Кейін қайнаған соң тағы да дәмін көруді ұмытып кетпеңіздер. Жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алған соң, алдын ала шегіп қойған помидорымызды, яғни қызанағымызды үстінен құямыз. Жақсылап араластырамыз. Бір шеті араласып, бір шеті араласпай қалмасын. Олай болса, түбі күйіп кетуі мүмкін, салаттарыңыздың дәмі бұзылып кетеді. Сол себепті жақсылап, түбінен жақсылап тұрып араластырасыздар. Қызанағымыз қайнағаннан кейін бетіне қара бұрышымызды және лавр жапырағын саламыз. Мен осыны 3 жапырағын салдым. Жарты сағат пәс отта қайнатамыз. Қатты отқа қойып қоймаңыздар. Енді дәл осындай бір бас бума укропымызды майдалап турап аламыз. Және сарымсағымызды ет тартқыштан осылай өткізіп аламыз майдалап. Жарты сағат қайнаған соң, үстінен укропымызды, сарымсағымызды салып, жақсылап араластырамыз. Менде видеоға түспей қалыпты. Жақсылап араластырып болған соң, 10 минут тағы қайнатасыздар бетін жауып. 10 минут қайнаған соң, салатымыз дайын болады. Дайын болған кезде тұзын тағы бір көріңіздер. Тұзы татымды, менде барлығы дәмді болды, міне дайын болды. Алдын ала банкамызды, қақпағын стерилизовать етеміз. Қайнатып аламыз 15 минуттан. Қайнатып алған соң, таза банкамызге стерилденген, үстінен ыстықтай салатымызды құямыз. Каналым одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, лүпіліңізді басып, каналым одан ары дамуына үлесіңізді қоса кетіңіз. Банкамыз осылай жауып болған соң, төңкеріп, жылы одеялмен орап қоюды ұмытпаңыздар.